Hi everyone, welcome to my channel. This lesson is about difference between past simple and the past continuous. I'm going to show you how to form a past simple and the past continuous and when to use the past simple and the past continuous. Let's get started. Сәлем баршаңызға. Бүгінгі біздің сіздермен өтетін тақырыбымыз past simple және де past continuous шағының бір-бірінен айырмашылығы. Past simple және past continuous шағын біз екеуінде өткен шақта, яғни болып кеткен іс-әрекетте қолданамыз. Ал енді екеуінің басты айырмашылығы неде? Ал ең алдымен екеуінің жасалу формасына тоқталатын болсақ, past simple'ның жасалу формасы subject plus verb plus ed. Яғни бастауыш, бастауыштан кейін етістік, етістікке ed жалғауын жалғаймыз. Ал егерде ол бұрыс етістік болатын болса, біз бұрыс етістіктің екінші формасына қоямыз. Ал past continuous шағының жасалу формасы subject plus to be plus verb plus ing. Яғни бастауыш, бастауыштан кейін to be көмек етістігі өткен шақта қолданылады. Яғни was немесе were. Ал оған етістік, ал етістікке біз ing жалғауын жалғау арқылы past continuous шағын жасаймыз. Мысал үшін, I watched TV last night. I was watching TV last night. Бұл жерде бізде екеуде өткен шақта, яғни бірінші сөйлем past simple шағында қолданып тұрмыз, ал екінші сөйлемді біз past continuous шағында қолданып тұрмыз. Біз past simple шағын өткен шақта болып қойған, аяқталған іс-әрекетте қолданамыз. Яғни, I watched TV last night. Мен өткен түнде теледидар көрдім. Яғни көріп қойдым. Қысқаша бітіп қойды ол іс-әрекет. Ал I was watching TV last night, past continuous шағын біз өткен шақта белгілі бір нақты уақытта адамның не істеп жатқанын білдіреді, яғни істеп жатқан іс-әрекетті білдіреді. Нақты не істеп жатырсың, соны білдіреді, нақты уақытта. Мысал үшін, I was watching TV last night. Мен алдыңғы түні теледидар көріп жатқан едім. Яғни істеп жатыр едім деген сөзді құрайтын болсақ, біз past continuous шағында қолданамыз. Ал енді past continuous шағы мен past simple шағын қатар қолданатын кездерде болады. Яғни, ол өткен шақта белгілі бір іс-әрекет болып жатқан кезде, екінші бір іс-әрекеттің болғанын көрсеткен кезде біз осы екі шақты бір сөйлемде бірге қолдана аламыз. Мысал үшін, when I came home, they were watching TV. When I came, бізде past simple да қолданып тұр, ал they were watching, олар past continuous те қолданып тұрмыз. Мысалы, аударатын болсақ, мен үйге келген кезімде олар теледидар көріп жатқан еді. Яғни, I came, мен келіп қойдым. Ол іс-әрекет бітіп қойды. Past simple шағында қолданып тұр. Ал they were watching, олар көріп жатқан еді. Яғни, олардың көріп жатқан іс-әрекеті созыла аяқталып тұр. Мен үйге келмей жатып та олар теледидар көріп жатқан еді. Мен келгеннен кейін де көріп жатыр теледидар, яғни созыла болған іс-әрекетті біз past continuous шағында қолданамыз. Тағы да бір мысал. When he saw me, I was buying a new jacket. Ол мені көрген кезде мен жаңа жекет сатып алып жатқан едім. Яғни, ол мені көріп қойды, көрді, ол әрекет бітіп қойды, ол мені көрді. Ал менің жекет сатып алып жатқан едім, ол іс-әрекет созылып тұр. Ол көрмей жатып та мен жекет сатып алып тұрмын, ол көргеннен де, яғни мен сол істеу процесінде тұрмын. Сол жерде мен дәл сол іс-әрекетті істеп жатқан едім. Көрдіңіздер ме айырмашылығын? Ал енді бүгінгі past simple және past continuous шағының айырмашылығы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылып, бізбен бірге өз ағылшын деңгейіңізді дамытыңыздар. Хош, сау болыңыздар.